Раз, 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 раз. Все, бастай берейік. Алло, естіп тұр ма? Жақсы Саламатсыздар. Секе, бастаңыз. Бізде қанша қонақтарымыз бар екен, бүгін бар ма екен қонақтарымыз? 56 адам. Аха. Арасында алғаш рет жаңадан кіріп жатқан адамдар бір деп қойып қойсаңыздар чатқа. Ай, бәрекелді мінеки. Онда сол бір адам үшін қызмет қыламыз бүгін. Бастай берейік, иә? Әріптестер, мені естіп тұрсыздар ма? Алло? Естіліп жатыр, айта беріңіз, Серік. Болды. Қайырлы күн, бизнес-серіктер, онлайн мінеки конференциясына кіріп отырған қонақтарымыз, қош келдіңіздер. Бүгін мінеки дүйсенбі аптаның бірінші күні, мына көңілдеріңіз көтеріңкі болсын дегім келеді. Мынау денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңызға амандық, бақыттың базарында, Алланың назарында қуатты боларыңыз. Енді қазір мінеки қазіргі таңда мінеки дағдарыстап жатырмыз ғой, бәріміз үйде отырмыз. Секе, кішкене нені дұрыс ұстаңызшы, микрофон. Естіліп тұр ма енді қазір? Нет, Секе, сіз вообще қой беріңіз, нені, микрофон отпустите, не трогайте, да, сөйлей беріңіз. Қазір енді шығыс елінде бұны бір жағынан дағдарыс десе, екінші жағынан мінеки мүмкіндік деп пайдаланады екен. Сондықтан енді біздің қазіргі беретін ақпаратымызды мүмкіндік деп байқаңыздар. Енді мынау олай болса мына бір көрген білес, екі көрген таныс дейді ғой, таныстырып өтейін. Мен осы Павлодар қаласынан аты тегі мынау Серік Темір Құрмашұлымын. Қазіргі мінекей бүгінгі осы тұтынушылар қауымдастығының бағдарламасы. Дауысыңыз шығарыңыз, Секе. Президентімін. Естіліп тұр ма қазір? Жақсы естіліп тұр ма? Осы жобада 3 жылдан бұрын осы жобаға келгем. Яғни әлем жаңа экономикалық революциясының мінекей осы компаниясында мінекей қазір қызмет жасап жатырмыз. Алла бұйыртса. Енді бұл компаниямыз 2014 жылы мынау қазіргі мынау былтыр біз бұның құрылған, былтыр біз бұның 5 жылдығын қазан айында атап өттік. Үндістан елінде Нью-Дели қаласында бүкіл әлемнен 20 мың адам жиналып, мінекей 5 жылдығын атап өттік. Даусыңыз жөні шықпай тұр бұл жылдап. Ана нені алып тастайсыз ғой, микрофонды жалпы былай алып тастап сөйлеңіз. Қазір. Ең жақсы шығады. Болды. Енді бастай берейін. Енді 2014 жылы мынау конструктор академик Юницкийдің инновациялық көлік технологиясын біздің компания Crowd Invest бағдарламасын қолдап, осы Белоруссияда Минск қаласында бүкіл әлемнен қор жиналып, сол Минск қаласында сынақ алаңы салынды. Бұл енді экотехнопарк дейміз. Бұл енді біздің ең алғашқы жобамыз, ең алғашқы проектіміз, мақтан тұтамыз болсын. Бұны қазір енді арабелі қолдап, сол Шаршы қаласында осы жолдар салынып жатыр, сынақ жолдары. Осы қазан айында экспо болушы еді, бірақ енді дағдарыстың болғандықтан кейінгі жылға шегеріліп отыр. Мен 2017 жылдан бастап осы проекттің инвесторымын. Енді олар айтқанда инвестор демекші, жалпы мінекей слайдты көріп тұрсыздар ғой, жалпы мінекей әлем бойынша мынау байлар бай түсуде, жарлылар кедейленіп түсуде, мінекей богатый богатеет, бедный беднеет деген бұл американдық мультимиллиардер Роберт Кийосакидің «Квадрат денежного потока» деген кітабынан жазылған. Бұл бүкіл әлемнің адамдары мінекей
төрт топқа бөлінеді екен. Бірінші топта мінекей жұмысшылар орналасқан, бұған мінекей бюджеттегі адамдар, мұғалімдер, дәрігерлер, полиция қызметкерлер, күзет, банк қызметкерлер, жеке меншікті жалданған жұмыскерлерді осы топқа кіреді. Бұлардың әрине өз уақыты, бұлар өз уақытын және еңбек күшін сата деген белгілі бір айлыққа. Сондықтан әрине бұл топта ақша да жоқ, уақыт та жоқ. Мен осы топта өзім де болғам, мына жұбайым да қазір осы салада ұстаз болып мектепте жұмыс істейді. Енді бұған енді келіспейтін адамдар, мен 2000 жылдары осыған келіспей, екінші топқа, яғни жеке кәсіпкерлікке өтіп кеткенмін. Мына екінші топта жеке кәсіпкерлер өзіне бизнес жасайды. Бұнда енді шағын жаңағы магазиндері бар, дүкендері бар, шағын бутиктері бар, салондары бар, шиномонтажкалары бар, кафелері бар. Осындай бір шағын өзі жұмыс істейтін, мынау таңнан кешке дейін осы 24 сағат өзінің бизнесін ойлайтын кәсіпкерлер осында жүреді екен. Бұнда енді ақшам көбінесе айналымда жүреді, уақыт жоқ. Мінекей біз 2000 жылдан бері 20 жылдың ішінде мінекей осы бизнес құраймыз деп, өзіме кәсіп жасаймын деп, мінекей мынау шетелге балаларымды алып семьямен қыдырған да жоқпын. Балалардың қалай өсіп жетілгенін де білмей қалдық мінекей. Енді үшінші топта бұл секторда үлкен бизнес. Үлкен бизнеске жалпы мынау система құрылған екен дейді. Бұнда система қойылады. Бұндағы адамдар өздері жұмыс істемейді, система жасайды. Бұл сеть жаңағы автозаправкалары бар, мынау аптекалары бар, жаңағы дәріханалары бар, сеть магазиндері бар, мега секілді үлкен магазиндер бар ғой, солар жатады екен осындағы адамдар. Бұлардың енді ақшалары бар, уақыттары бар. Бірақ бұл қазіргі уақыт конкуренция заманы, сондықтан бұнда өте, міне қарап тұрсаңыздар, конкуренция көп. Енді төртінші секторда бұнда әрине инвесторлар кіреді екен. Сондықтан енді бұл инвесторларға әрине уақыты да бар, бұл кісілердің ақшалары да бар. Анау ақшаны ақша жасайды дейді ғой, деньги делают деньги дейді. Сондықтан бұл кісілер көбіне демалыста жүретін, менің де адамдардың армандайтын осы сектор екен. Енді әлем бойынша екінші секторда 90% адам болса, үшінші, төртінші секторда 10% адам болады екен дейді. Ал ақша, мынау бүкіл әлемнің 90% ақшасы 10% адамдардың қолында. Байқадыңыздар ма? Ал 90% адамдардың қолында 10% ақша болады екен. Міне қандай әділетсіз деп ойлайсыздар, иә? Мен осы 2012 жылы бір жүйелі маркетингқа келіп, компанияға келіп, сонда бір қыз осы квадрантты айтып маған түсіндірген еді. Сол кезде түсіндім де. Сонда маған сұрақ қойған сол қыз: сіз қай жаңағы осы төрт топтың ішінде қайсында болғыңыз келеді деп. Мен айттым, енді әрине маған инвестор ұнайды деп. Сол кезде Алла тағала мінекей періштелер құлағына шалған шығар, мінекей сол кезде қабыл ал, міне қазір инвестор болып отырмыз. Енді сол қыз сол кезде айтқан еді, мынау бірінші, екінші сектордан мүмкін емес төртінші секторға келуге. Тек қана үшінші, байқайсыздар ба, үшінші мінекей топтан, үшінші сектордан келе алады деп. Міне қазір заманауи мінекей инновациялық технологияның өзгеруіне байланысты, заманның өзгеруіне байланысты мынау квадрантта кішкене ережелері өзгеріп жатыр. Қазір мынандай мүмкіндік болып жатыр. Қараңыздар, бірінші топтан, екінші топтан да, бірінші топтан да мінекей кішкентай ақшамен осы компанияларға келіп инвестор болуға болады. Қандай мүмкіндік деңіз, өзіңіздің ақшаңызды, өзіңіздің кішкентай қаржыңызды осы көбейтіп, оны сақтауға болады. Осы туралы біз сіздерге айтқымыз келіп отыр. Сондықтан енді мінекей біздің осы компаниямыз енді жалпы осы біздің компаниямыздың негізін қалаған Андрей бас директорымыз Андрей Федорович Хавратов. Бұл кісі енді міне жеке инвестор академиясының авторы, негізін қалаушы және бас директорымыз, көп салалы кәсіпқой инвестор, бизнесмен, криптомен бағдарламасының авторы
адамдарды жүзеге асыру шебері, миллионерлер құпияларының Андрей Хабратов бағдарламасының келес жүргізушісі мінекей. Мен Рич мынау журналының 18 жылға ең үздік бизнес коучы, міне осындай. Мынау дауыс аздау болып тұр дейді. Қазір естіп тұрсыздар мен, бәрі жақсы ма? Ары қарай жалғастыра берейік. Әлемнің генералдар бейбітшілік үшін халықаралық қоғамдық бірлестік инвестициялық кеңесінің төрағасы және бітімгер генерал, әлем генералдары бейбітшілік үшін халықаралық қоғамдық бірлестігінің бейбітшілік көгаршын медалімен марапатталған, өзіміз осы куә болғанбыз. Сондықтан мінекей мынау естілмей тұр. Дауыс неге естілмей тұр? Қазір естіліп тұр ма дауыс? Естіледі, тек қана бір помеха тұр, бұжылдап. Біздің мынау мыңжылдық адамдар энциклопедиясының мынау Ресейдегі көшбасшылар тобының міне 100-гіне кіріп тұр бұл кісі. Ал енді мынау ары қарай келесі айтты Нұрғиса, аударып жіберіңіз. Енді біз бағдарламасы мынау не бердік деген. Бұл енді крипто юнит бағдарламасы 2019 жылы наурыз айында былтыр Алматы қаласына Андрей Хабратов келіп, біздің мынау көшбасшымыз осы бағдарламаны мінекей бүкіл әлемге, әлемнің 180 мемлекетіне мінекей ашылған. Біз енді мақтан тұтқанымыз, өзіміз куә болғанымыз сонда ашылған кезде. Мінекей бұл қазір не береді? Бұл енді әрине халықты қаржылай сауаттандыру, халықтың көзін ашу бұл бағдарлама. Сондықтан енді оқу бағдарламасы қолжетімді. Екінші міне жаһандық инвестициялық портфельге иелік ету. Бұл енді жаһандық портфель туралы қазір менің алдымдағы адамдар айта кетеді, оның барлығын адалдық бағдарламасы бойынша ай сайын бонус, оны біз былтырдан бері мінекей алып келе жатырмыз. Төртінші мінекей профи бонус, шартсыз базалық бонусын алу мүмкіндігі, реттелетін және ашық қаржыландыру, активтің ұлғаю, есебіне кіру, құнын арттыру мінекей. Біздің алып жатқан крипто юнитіміз күннен күнге ай сайын мінекей өсіп жетіліп жатыр. Мінекей ары қарай келесі слайдты ауыстырып жіберсек, мінекей біздің мынау үш құрамдас бөліктен тұрады. Бірінші оқу. Енді мынау білім таппай мақтан бол, орын таппай баптама деп Абай бабамыз тегін айтқан ғой. Сондықтан әрине оқу керек. Өйткені мынау шынымен де мынау әкеден, атадан мұра қалып жатқан, не болмаса жаңағы джекпот дейміз, мынау лотерейден ұтып алып жатқан миллионерлер сол ақыларын, ақшаларын соның 90% мінекей банкрот болып жатыр. Неге? Өйткені сол ақшалардың осы мынау қаржының сауатсыздығынан мінекей ақшаларын жоғалтып отыр. Сондықтан қай жерде болсын әрине оқу керек. Мына екінші бірлескен меншілік иелігі дейді. Бұл енді инвестор болу біз секілді. Үшінші мынау бизнес. Бизнес енді әрине осы біздің компаниямызда біз секілді мінекей біздің көшбасшылар секілді бизнес жасауға да болады. Команда құрып, оның барлығын осы оқу арқылы жаңағы оқу арқылы міне осы компаниямыз жетелейді. Енді ары қарай біздің мынау жалпы енді Андрей Хабратовымыз жеке инвестор академиясын 2011 жылы құрған. Бұл қаржылық сауаттылық арттыруға және дамытуға арналған интернет портал. Бұнда қазір 600-ден астам студентіміз бар. Алуан түрлі курстар мен тренингтер өтіліп жатыр. Бізде осы курстарды да тренингтерді өткенбіз. Нұрғиса мінекей ары қарай рахмет. Енді мінекей өздеріңіз қарап тұрсаңыздар, мінекей бірінші мынау бизнеске келген кезде өзіңіздің шамаңызға қарап, мынау оқу ақпараттарын өтіндерін аласыздар. Ол енді өзінің кестесі бар, оны жоғарыда қазір айта жатар. Бұған сіздерге ойып негізгі пакеттері беріледі, оған қоса крипто балдар беріледі. Енді бұның жеке инвестордың 58 ережесі бар. Жеке инвестициялаудағы алғашқы қадамдар, жеке инвестордың дамуындағы 12 деңгей, жеке инвестордың қашықтан оқыту,
$1 қалайша 1 миллионға айналады. Капитализация деген негіздері, капитализация Мәскеу тәжірибесіндегі трейдинг, жеке инвестордың барлық оқуының 12 ұсынады сіздерге. Ал енді қарай келесі. Енді мынау кез келген адамның мінекей армандары қалайша ақиқатқа айналдыруға болады. Қазір немесе бұрынғы табыста болсаңыз, табысқа қалай қол жетуге болады. Тайм менеджменті, табысқа жетудің 8 негізгі қағидасы, қосымша табыс көздері, өмір ойыны, дербес коучинг, міне осының бәрін осы оқу ақпаратынан алуға болады. Жалпы мінекей қаржы данышпаны дейді, бұл бизнес тренажері. Бұны кәдімгідей енді өмірде қалай өмір сүрдіңіз, соны енді мына қарасаң, мен нақты өмірдегі оқиғалардың моделіндей экономикалық істер ойыны бұл негізгі мақсаты арманыңызға қол жеткізу және байлық шеңберіне ену. Мен осы мастер профи мінекей оқуымда болып, сонда Жамиля Жакуповна осы ойынды ойнатқызып, бірінші рет ойнатқанда мен үлкен әсер алғанмын. Өйткені сол күні ұйықтай алмай шығып, сол күні осы мен жеке кәсіпкер кезінде жүргенде қанша қателігімді түсіндім. Сонда міне осы сіздерге қандай мүмкіншілік, осының барлығын мінекей білім алып, мінекей осы біздің компаниямыздың ең бірінші мақсаты халыққа білім беру, қаржылай көзін ашу, қаржылай мінекей осы сауаттандыру халықты, осының халықтың көзін ашу, осы бірінші бағдар болып табылады. Енді жүректен қозғайын, әдетпен озбайын, өзді білмейме, көп сөйлеп созбайын дейді. Менің берілген уақытым өз мәресіне жетті. Сондықтан енді ардақты ағайын, келесі мына біздің осы біздің ары қарай жалғастыратын криптоин бағдарламасын осы біздің Нұрғиса ары қарай ауыстырып жіберсеңіз. Нұрғиса. Менің серіктесім тұтынушылық қауымдастығының серіктесінің бағдарламасы бойынша вице-президенті, тұтынушылар қауымдастығының кәсіби инвесторы, мастер профи тренингінің түлегі, активный старт тренингінің жүргізушісі, марафон КК 260-ның қатысушысы, ай десе аузы, күн десе көзі, мінекей біздің алдымызда отырған Мамакеева Айкүнім Қуанышқызына беріледі. Бизнестегі мінекей бизнестегі батыр қыздардың бірі десек те артық болмас. Осы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, мінекей осындай мінекей компаниямызға үлес қосып келіп жатқан батыр қыз десек те артық болмас. Бұл қыздың командасы үлкен. Енді назар аударып қабыл алыңыздар бәрекелді. Рахмет, Серік. Осымен менің миссиям бітті. Сізбенді сізге бердік. Рахмет. Саламатсыздар ма? Мен естіліп тұрмын ба? Иә, жақсы естіледі. Все, хорошо. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті біздің бизнес-партнерлар. Енді өзімді таныстырып кетейін. Менің есім Айкүнім Қуанышқызы Макеева. Мен 2017 жылдан бастап осы компанияда өзімнің бизнесімді атқарып келе жатырмын. Ал енді статусым вице-президент, және де бүгін менің структурамда 4000-нан аса менің партнерларым бар, инвесторларым бар. Жалпы менің өзімнің мамандығым мәдениет саласында мен 25 жыл Қазақ ұлттық аспаптар оркестрында 25 жыл жұмыс жасадым. Бүгінгі таңда енді осы 3 жыл болды, осы бизнесқа ауысып кеттім. Құрметті бизнес-партнерлар, біз бір-бірімізді барлығымыз негізі білеміз. Мен бүгін осы 3 жылдың ішінде бүгін бірінші рет қазақша презентация беріп отырмын. Енді ала жазса өзімнің ойымды барлығын қазақша жеткізуге тырысамын. Мен бүгін енді криптоюнит, жалпы криптоюнит деген не екен, соны айтып берейін сіздерге. Негізі бүгінгі вообще жалпы күнделік біздің презентацияларымыз мәселе, бізге жаңа адамдар кіру керек бұл жерде. Жаңадан партнерлар кіру керек.
мәселе сол. Енді бағанадан бері тағы да қосылған шығар енді жаңа адамдар. Құрметті Өтешова, не случись? Криптоюнит дегеніміз бұл цифрланған акция. Цифрланған акция, барлығын біз білеміз, мысалы биткоинда бұл тарихта ең бірінші әлемге шыққан криптовалюта. Ал біздің криптоюнит бұл әлемге шығатын қазір үлкен дайындықта, үлкен жолда, соған барлығымыз аман есен келе жатырмыз. Әлемге шығатын ең бірінші цифрланған акция болады. Барлығымыз білеміз да, бүгінгі әлемдік мировой компанияларда бәрінде пакет акция, пакет деп аталады, ал бізде цифрланған акция болады. Негізі криптоюнит 80 миллиард криптоюнит шығарылды. Біздің компаниямызда бар. 30 наурызда 2019 жылы Алматы қаласында, Алматының төрінде бізде үлкен конференция өтті. Жаңағы міне Андрей Федорович Хавратовпен қатысумен, Андрей Федорович Хавратовтың қатысумен сол күн әлі есімде, сол түн әлі есімде, өйткені біз Алматының офисында сағат 3-4-4-те 5-ке дейін сол жерде күллі ноутбук, компьютерларымызды ашып қойып, жалма-жан осы криптоюнитті сатып алдық барлығымыз. Өте керемет күн. Таңертең оянған кезде көп адамдар миллионер, чинговый миллионер болып оянды, естеріңізде болса. Енді оны қазір айта кетем, қалай миллионер болғандарын. Жалпы бұл криптоюнит дегеніміз, бұл 20 бағыттан бізге дивидендный доход әкелетін сондай керемет бір акция болады, цифрланған акция. Ешқашанда біздің ата-бабаларымызда болмаған бұндай мүмкіншілік. Ал енді біз деген енді сонау енді 20-да, 21 ғасырда да өмір сүріп келе жатқан адамбыз, және де осы 21 ғасырдың бұл жалпы бизнесі. Осы мына 20 бағытта десек, соның бүгін 10 секторына ақша құйылды. 10 секторына ақша құйылды. Оны мен қазір аттап өтемін. Ал криптоюнит негізі 3 фазадан құрылады. 3 фазадан құрылады. Бірінші фаза ол жаңағы 2019 жылы наурызда ашылды, және де оның барлығы 7 кезеңге бөлінді. Бірінші фазада біз 30 миллиард план бойынша 30 миллиард криптоюнит сатылу керек. Кеше мен кабинеттен қараған кезде 29 миллиард криптоюнит сатылыпты. Жалпы біз план бойынша жақсы келе жатырмыз барлығымыз. Бүгін 170 ел қатысып отыр, 170 елдің қолында, сол жақтың партнерларында криптоюнит бар қолдарында. Енді екінші фазамызда, екінші фазаға біз бүгін өттік уже, екінші фазада жаңағы бірінші этапта, екінші этапта алған адамдардың бүгін уже біртінде 1% жаңағы криптоюниттары босап жатыр. Босады дегені, біз уже қазіргі күнде, қазіргі таңда бұны юнитқа сатуға болады, ауыстыруға болады. Сонда керемет бізде жақсы үлкен дамып жатыр біздің компаниямыз. Және де осы екінші фазада біз тағы да 20 миллиард криптоюнит сатылу керек. План бойынша 20 миллиард криптоюнит сатылу керек. Енді үшінші фазамыз дегенне, үшінші фазада жалпы тағы да 20 миллиард криптоюнит сатылу керек. Және де біздің мынау барлық активтеріміз, мен қазір сіздерге бөлек әр активті айтып кетемін. Біздің активтарымыздың бағалануы да 100 триллион доллар болу керек. 100 триллион доллар болу керек. Ол 2028 жылға дейін болады. Бұл план негізі. Енді үшінші фазаға біз ала жасы оғанда аман есен жетеміз. И 10 миллиард криптоюнит ол компанияның резервында қалады. Енді жаңа мен сіздерге айттым, біз 20 бағытта жұмыс жасаймыз деп, да, біздің криптоюнит 20 бағыттан бізге дивидендный доход әкеледі. Бірінші біздің бірінші активіміз инновациялық көлік технологиялары. Барлығымыз білеміз, да, транспорт Skyway. Біз о жерде тікелей инвесторымыз, және де криптоюнит арқылы біз тағы да о жерде инвесторымыз. Бұл жерге 18 миллион юнит құйылған. Юнит дегеніміз бұл біздің компаниямыздың, өзіміздің валютамыздың аты юнит. $1 1 юнит. 18 миллион доллар юнит құйылды. Бірақ бұл орысша айтқанда долгосрочный, ұзақ мерзімде бізге ұзақ біраз уақыт, 3 жылдан кейін ба 4 жылдан кейін, бірақ не әкелетін дивидендный доход
келетін сондай бір керемет үлкен бір активтің бір түрі. Екінші біздің активіміз ол алтын. Алтынға жалпы алтынның Орал алтыны Ганнада, Африкада, Танзания деген алтынға 3 жаққа, 4 жаққа даже, по-моему, алтынға ақша құйылды, бірақ ең көп ақша құйылғаны бұл Орал алтыны. Неге? Өйткені Орал алтын, жердің астынан шығаратын алтынға өте ақша көп инвестиция құйылды. Барлығын қосқан кезде бізде 13.300.000 юнит құйылды. Бүгін өте керемет капитализация болып жатыр. Осы алтын жағынан үлкен капитализация, егер де мен дұрыс түсінгенім болса, жалпы 400 миллион юнит долларға дейін капитализациясы болған. Осы да бір жылдың ішінде. Дұрыс қой, да? Вот. Келесі біздің өте керемет бір тағы да активіміз бар. Секторымыз ол базальт технологиялар. Естірім ба? Базальт технология. Базальт деген не? Базальт бұл тас, вулкан болған кезде, осы табиғаттың өзінің берілген, сол уақытта құрылған тас. Базальт. Бұл жердің астында емес, бұл жердің бетінде жатқан базальт. Бұның компанияның негізін салған Дмитрий Воронов. Дмитрий Воронов өткенде Индияда кездестік, және де осы жуырда 11 сәуірде бізге барлық отчет жаңағы консультанттардан бастап бізде тікелей эфир Андрей Федорович Хавратовпен барлық документтерін көрсетеді, бүгін не істеп жатыр, қандай жұмыс атқарып жатқан. Бұның заводы жалпы базальттан болашақта мебельден бастап космический корабльдарға дейін, ракеталарға дейін барлығы жасалады. Бұны пластикті ауыстыруға болады, базальттан шығаруға, заменяет онда. Және де темірді да бұл ауыстыруға болады базальтпен. Өте экологиялық таза өнім. Польшада қазір бұның заводы құрылып жатыр. Енді жаңағы коронавирусқа байланысты, пока осы март-апрель айында завод ашылу керек болды. Енді коронавирус біткеннен кейін ол завод ашылады. Шоурум дейді, о жерде үлкен презентация болады. Бұл өте бір керемет біздің активіміздің бірі, болашақта үлкен дивидендный доход әкеліп отыратын. Келесі бізде мәдениет саласы. Маған мәдениет саласы өте қатты ұнайды. Бұл кинокомпания Қырғызстанның кинокомпаниясы Бишкек қаласында орналасқан. Нұрлан Мамакеев деген біздің фамилияларымыз ұқсайды. Екі буквасы Мамакеев, мен Макеева. 2005 жылы Нұрлан өзінің осы компаниясын ашады. Жалпы біздің NEMI обществомыз, біздің криптоюнит неге бұл жерге инвестиция құйылды, не үшін? Өйткені бұл өте перспективный компания. Бұлар 15-тен астам сәтті жобалар жасалынған. Және де бұларда жалпы Қытайға, Үндістанға олардан нелері бар. Со жаққа осы жасалған киноларымызды шығарады екен. Қытайға доступ бар. Қытайда білсеңіздер 65.000 кинозалдары бар, Индияда 60.000 кинозалдары бар екен. Енді қараңыздар, болашақта қазір біздің кино дайындалып жатыр. Біздің киноны басқа ел, осы Қытай, Индия елдер көреді. Біз одан бұл да болашақта үлкен бізге дивидендный доход әкелетін активіміздің бір керемет, бір түрі, бір активіміз. Келесі актив финансовый крипторынктар дейді, о жерге 4.194.000 юнит құйылыпты. Шикарт деген компаниямызға, Шикарт компания да, Серік Түрекешті білесіздер барлықтарыңызда. Бұған 4.200.000 юнит құйылған, кәсіпкерлер мен тұтынушыларға арналған әлемге әйгілі платформа. Бұл өте кәсіпкерлерге өте ыңғайлы болады, бізге де ыңғайлы болады. Мысалы бюджетті үнемдеуге және жеке қаржыны дұрыс басқаруға көмектеседі бізге. Жарнамалық шығындарды азайтады кәсіпкерлер үшін. Бұл енді үлкен дайындықта, алла жаса жақын арада бұл компанияда, мен осы компанияның жаңағы платформасымен біз қолданамыз.
Келесі бізде жылжымайтын мүлік 2.270.000 юнит құйылды. Ол Краснодарский крайдың жері алынды, жылжымайтын мүлікті. Сосын мынау Пхукетта да Таиландтан өте жақсы жер алынды. Болашақта о жерде туризмді дамытуға болады. Негізі бүгін планда өте жақсы план бар. Өткенде тоже бізге айтты, гостиничный үлкен мықты комплекстар салынса, о жерде тағы да оның капитализациясын көбейтуге болады. О жерге жаңа айттым 2.027.000 юнит құйылды осы жерге. Болашақта бұл жерде туризмді жақсы дамытуға болады. Өзімізде барып демалып отырамыз. Үлкен VIP болады шығар енді о жақта, VIP класс. Келесі суши мастер. Өте керемет біздің ресторанный бизнесіміз. Алекс Яновский басшысы, Алекс Яновский. Бүгін бізде мынандай, мен негізі Америкада болғанда, өзім көзім жеткен Американың, Европаның адамдары жалпы үйлерінде тамақ ішпейді, олар даладан тамақ ішеді. Әлде үйлеріне заказ береді, осындай суши мастер, пиццаны бәрін заказ береді. Қазір, по-моему, Қазақстанда да бізде дамып келе жатыр. Сіздерде Алматыда, по-моему, 18 ресторан ашылды, Белоруссияда ашылды, міне Ресейде ашылды. Бүгін қандай кризис болса да адамдарға тамақ ішу керек, бұлар заказ береді. Бүгін жалпы бұл біздің активіміз өте жақсы дамып жатыр. Бұл активқа 3.595.000 юнит құйылды. Келесі фондовый рынокке дейді. Фондовый рынокқа 2.807.000 юнит құйылды. Фондовый рынокда. Және де мынау Google, Apple компания, Visa, MasterCard, так, Visa у нас, Яндекс, Apple, Amazon. Бұл компанияларының акциялары, бағалары өте бүгін жоғары болса да, криптоюнит бағдарламасы бойынша бұл активтерге де, бұлардың да акцияларына ақша құйылды. Бұл да біздің бір активіміздің түрі болады, бір секторымыздың. Енді производство алмазов дейді. Алмаздың бұл Алматы қаласында болады. Алмаз, жоғарысы тазалықтағы гауһар тастар. Бұған 1.100.000 юнит құйылды. Ал оның заводы қазір Қытайдың жолы ашылғаннан кейін, коронавирус біткеннен кейін, бұның заводы технологиясы Қытайдан келеді. Содан кейін өзінің жұмысын бастап кетеді. Жалпы бұл бриллиант гауһар тас деп айтады. Бұл көп технический жағынан да жаңа біздің инновационный транспорттарға да көп технологияларға да қолданады. Тек қана мынандай украшение ретінде ғана емес, және де косметологияда мен білемін, косметологияда оның әйелдердің беттерін тазартады. Бұның кішкентай крупинканы пыльдарынан. Косметологияда да жалпы болашақта емес, жалпы қазіргі заманда қолданады. Өте ерекше сапа дейді мұнда да. Так, енді жалпы осы бүгінгі таңда 10 активке ақша құйылды инвестициялық. Бүгінгі таңда біздің капитализация 420-430 миллионды құрайды. Бұл өте жақсы жоғары показатель. Өте жоғары да осы бір жылдың ішінде. Ал енді мен тағы не қосқым келеді, не мен айтқым келеді. Біздің бүгін міндетіміз, мәселе бізге адамдарға осы мүмкіншілікті беру. Біз өзіміз криптоюнитті сатып алып, демалып отырмауымыз керек. Жалпы компанияның дамуы, оның болашағы біздің қолымызда. Сіздер ойламаңыздар, жалғыз Андрей Федорович Хабратов өзі барлығын жасайды, біз күтіп отырайық деп олай ойламауымыз керек. Ондай бізде ой болмау керек. Осы компания дегенде ішкен асымызды жерге қоятындай сондай мықты бізде лидерлар бар. Сол енді барлығымыз қосылып, бұл компания біздің арқамызда дамиды. Қарап отырсаңыздар, біздің ақшаға ары-қарай активтарға салынды, ол актив ары-қарай дамиды. Ол ең бірінші көп адамдар айтады, неге дивидендный доход жоқ әлі дейді. Сіздерге өте мен айтарым, біз бүгін марафон 260-ты өтіп жатырмыз, үлкен білім алып жатырмыз, үлкен система бұл. Ең бірінші дивидендный доходтың алдында капитализация деген жаңағы алтын болсын, транспортымыз болсын, жаңағы киномыз болсын, ең бірінші капитализация деген болады. Кейін уже дивидендный доход деген болады.
Ал қазір жақын арада бізде депо счет ашылады, то есть VIP клуб ашылады. VIP клубқа қатысқандар, жаңа айттым ғой, екінші жаңа бізде фазада босатылды. 1% криптоюниттарымыз босатылды. Сіздер сол 1% криптоюниттарыңызды сол депо счетқа салып қоюға болады. Ол сіздерге 1 жылға саласыз ба, 3 айға саласыз ба, 2 жылға саласыз ба, ол сізге процент әкеліп отырады. Сіздерге юнит ақша ретінде процент әкелмейді, сіздерге криптоюнит ретінде сіздерге қайтадан криптоюнитіңіз қайтадан криптоюнит әкеледі. Мына жерде міне таблицаны қарап отырсыздар да, қаншама проценттері бар. Барлықтарыңыздың кабинеттеріңізде бұл барлығы бар. Енді тағы мен не айтқым келді, не қосқым келді. Жалпы біз жақсы өте түсінуіміз керек. Біздің компания ол сетевой компанияға жатпайды. Сетевой компанияларды алсақ, мысалы MV компания 70 жыл, Mary Kay компанияда, Oriflame компаниялар, олар қанша жыл өмір сүрсе де, өмір сүріп келе жатыр. Олар ылғында адамдар шақыру керек, ылғында продажа жасау керек. Біздің компания, біз инвестормыз. Біз, может, 1 жыл тағы шақырамыз, 2 жыл шақырамыз ба. Но бүгін біз, мысалы, өзімізге структура құрдық да, 10 мың адам ба, 20 мың адам ба, 5 мың адам құрдық да. Болашақта мен сіздерге айтайын, бізде болашақта сол структура, біз уже адам шақырмаймыз, бірақ бізде инвестициялық көп ұсыныстар келеді. Мысалы айтады, давайте адресный проект Астана Алматыны салайық, жолын салайық, Қазақстанға уже салуға болады десе, қараңыз, біздің структурадағы адамдар о жерге барлығы қатысады. Қатысқан кезде бізге содан тағы да бонус бар ғой, кәдімгі біздің бонусымыз, бонус жүріп отырады. Ылғында бізде бизнес жүріп отырады. Тек қана біз дивидендный доход алып қана демалып отырмаймыз. Және де осы кезінде құрған структурамыздан ол структура ары қарай бірге жолға ақша салады. Гений финансовты ойнаған адамдар біледі, складчину деген бар да, қосылып, мысалы Астана Алматы барлығымыз қосыламыз, осы жерде отырған инвесторлар. И менің командамдағы қосылған адамдар тоже мен олардан қаншама процент олар қосылды, содан не дивидендный, а бонусный доход тағы жүріп отырады. Сол үшін менің айтқым келгені, бүгінгі таңда біз өзіміздің структураларымызды көбейтуіміз керек. Барлықтарыңыздың естеріңізде бар да, Skyway деп, біз Skywayға қаншама адам жинадық. Бірақ та даже біз ойлаған жоқпыз, что криптоюнит бағдарламасы шығады деп. Бірақ криптоюнит бағдарламасы келгенде, естеріңізге салайын да, бір күннің ішінде біз тинговый миллионер болып шыға келдік. Өйткені не үшін? Потому что бізде команда болды, бізде структура болды. Олар криптоюнит ала бастады, біз олардан ақша, олардан бонус түсе бастады, олардан криптоюнит түсе бастады. Бүгінгі таңға дейін солай. Енді біздің мәселе бүгін міндетіміз, бүгін барлық адамдарға осыны жеткізу. Мен түсінемін, көп адамдардың мышлениялары дайын емес, бірақ соған қарағанда да біздің міндетіміз, біздің жұмысымыз сол адамдар шақыру, тіркеу, және де күнде мына өтіп жатқан презентацияға бір-бірімізге қарап отырмай, бір-біріміздің презентацияларымызды білеміз қалай екенді, бұл жерге жаңа адамдарды, жаңадан бір адам кіргізсек та, жаңа адамдарды кіргізіп, осы презентацияны жаңа адамдарға өткізуіміз керек. Енді мен өзімнің презентациямды аяқтаймын. Келесі сөзді, біздің Астанада өте мықты лидер бар. Полный позитив, бұл менің подругам. Үлкен организациясы бар. Бұнда команда деп айтпаймын, үлкен организациясы бар. Бұл кісінің бір айтқан сөзі өзі үлкен мотивация береді. 4 баланың анасы, Данагүл Қақтаева, компаниямыздың президенті, сөзді мен Данаға беремін. Көп рахмет, Айкүнім. Барлықтарыңызды көруге қуаныштымын. Бүгін міне аптамыздың жаңа күні басталды, бірінші күні. Сол жаңа күнді жақсы жаңалықтармен бастағанымызға өте қуаныштымын. Мен өзім туралы айтып кетсем, 2012 жылдан бастап мен инвестиция жағында зерттеу жүргіздім. Брокерлік компанияларда, көптеген компанияларда лидер болдым, көбісі мені біледі. Бірақ бизнестің шыңына ешкім жеткен жоқ деп айтсам болады. Неге? Қалай ойлайсыздар? Бизнес мүмкіншілік әрбір компания береді. Бірақ біздің компанияның ерекшелігі
біз бұнда агенттен президентке дейін жеттік. Қазір компанияның үлкен жетістіктері бар әрине. Оның ішінде 71-72 президент бар компанияда. 100-ден астам вице-президент бар бұл компанияда. Лидер, топ дейміз, менеджердің үлкен лидерлеріміз бар. Біз оған өте қуаныштымыз. Неге десеңіз, бұл өте жаһандық жоба. Жаңа менің алдымда жақсы әріптестер айтып кетті. Айкүнім де, Секең де жақсы өте айтты. Біз қазір үлкен бизнес мүмкіншіліктерге жол ашылып жатыр. Қазір бәріміз карантинде отырмыз, үй қамақта. Қандай бизнестер жүріп жатыр? Қалай ойлайсыздар? Әрине онлайн бизнес. Әрине біз цифрлы жаңағы заманға келіп жатырмыз. Сондықтан бүгіннен бастап қорықпай, осы жаһандық неме деп жатырмыз ғой енді. Жаңа эволюциялық біздің қауымдастығымызды біз әрі қарай жалғастыруымыз керек. Келесі слайдта қойсаңыз, мен бизнес мүмкіншіліктерді көрсеткім келіп отыр. Сіздерге айтатын жақсы жаңалығымыз ол промоушендер мен жаңағы VIP-клубтың ашылуы. VIP-клубтың ашылуын көп адамдар бізде біледі. Қолдарыңызды көтеріп қойыңыздар. VIP-клубтың VIP-клуб дейміз да. VIP-клуб, VIP, ағылшынша ауыстырғанда особая персона дейді, ерекше персона. Біз бәріміз самолетпен ұшқанда да бизнес-классқа отырғанды жақсы көреміз. Театрларға барғанда да бірінші, екінші қатарға отырғанды жақсы көреміз. Тойда болсақ та төрде отырғанды жақсы көреміз, біз қазақпыз. Сондықтан мен ойлаймын, мынау VIP-клубқа барлығымыз ат салысып қатысуымыз керек. Неге десеңіз, любой бизнесті алып қарасаңыз, әр бизнесті алып қарасақ, біз бизнесмендер, бізге тұрақтылық керек. Президент болсын, басқа вице-президент болсын, топ болсын, менеджер болсын, оның тұрақты сыйақысы болу керек. Вознаграждение дейміз ғой, ай сайын алатын. Мынау VIP-клуб, ашылып жатқан біздің VIP-клуб, жеке инвестордың VIP-клубы, осындай мүмкіншіліктерге жол ашады. Ол біріншіден жаңағы біздің негізгі құралымыз білесіздер, ол оқу, ағарту құралы. Сол құралдарға академияның ішінде біз 35-тен 75% жеңілдік аламыз. Одан кейін жаңағы өте белсенді серіктестердің қауымдастығы деп қарауға болады. Өте белсенді серіктестер деп кімді айтамыз? Біз білеміз, Андрей Федорович Хавратов өзінің жаңағы әр вебинарында не деп айтты? Осы жылы біздің крипто-юнит $10-дан $40 дейін өсуі мүмкін. Ол кімге байланысты? Ол сізбен бізге байланысты. Ол сізбен біздің жаңағы белсенділігімізге байланысты. Сондықтан мен сіздерді бүгін шақыратыным, мынау элитный клубқа әрбіріміз біз мүше болып тұруымыз керек. Қазіргі таңда Андрей Федорович Хавратовтың айтпақшы алтын уақыт болып жатыр бізге. Золотое время дейді ғой. Алтын ғасыр туған шығар біздің бизнеске. Неге? Өйткені көп адамдар бүкіл жер шарын алатын болса, 7 миллиард 700 мың адам бар екен бізде. Сол 7 миллиард 700 мың адамның ішінде 1 миллиард адамдар онлайн бизнеспен айналысқан. Осы кризис басалмай тұрып. Қазір кризис кезінде, қазіргі таңда 2,5 миллиардқа дейін адам жұмыссыз бос қалуда. Оның ішінде сізбен бізде отырмыз компьютердің алдында. Сондықтан біздің жұмысымыз қазіргі жаңағы біздің осы қауымдастығымызды асарлатып қазақша көбейтуіміз керек. Қазір бізге 10 адамнан, 100 адамнан апта сайын, күн сайын жазсақ ешқандай қиыншылық тумайды деп ойлаймын. Және де бұл VIP-клубтың ерекшелігі әрбір серіктес, әрбір белсенді адам
жаңағы обмен кіру деп жатамыз да, айырбастау, кіруді ақшаға айырбастау кезінде жаңағы есеп беру, компанияның жаңағы есеп беру вебинарларына қатысу деген сияқты, стейкинг дейміз, майнинг дейміз қазір. Соның ішінде біз ерекше жол ашылады бізге. Сондықтан қазір барлықтарыңызға мен айтарым, белсенді болайық. Ол сізбен бізге байланысты. Бізге көп қазір үйде отырсақ та көп партнерлар звондайды. Қашан біз биржаға шығамыз, қашан жаңағы разблокировка болады бізде, босатылу, қашан біз юниттерімізді сата аламыз, қашан ол $1 айналады. Ол сізбен біздің белсенді жұмысымызға байланысты. Оны тек қана Жамиля Жакуповна или басқа да біздің мықты лидерлар ғана атқару емес, жұмыла бір жұдырық болып бірге жұмыс атқаруымыз қажет. Тағы да жаңағы маған ұнағаны бұл VIP-клубқа неге біз мүше болуымыз керек деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Мынау айтып кеткен жаңағы жеңілдіктерге тағы да бір үлкен мүмкіншілік қосылады. Ол мүмкіншілік жаңағы қазір біз білеміз да, искусственный интеллект дейміз, ол жасанды интеллект, роботтарда жаңағы боды дейміз да, сол біздің өмірімізге кіріп жатыр, да, күннен күнге. Біз атқара алмайтын жұмысты, например, робот торги дейміз да, жаңағы биржада 1 секундта 20 000 операция жасайды екен, 20 000 транзакция жасайды екен. Соны атқаратын роботтар бізге көмекке келеді. Именно осы VIP-клубтың мүшелеріне беретін мүмкіншілік компания. Сондықтан дұрыстап ойланыңыздар. Ертең әрбір әріптес өзінің жаңа артындағы агенті болсын, жаңадан келген партнері болсын, осы VIP-клубтың дұрыс мүмкіншіліктерін, ерекшеліктерін, оның беретін жаңағы бізге үлкен жаңа мүмкіншіліктерін, тиімділігін біз көрсетуіміз керек. Оны атқаратын әрине сіз бен біз. Жаңағы VIP-клубқа кім мүше бола алады? Әрбір адам VIP-клубқа мүше бола алады. Жаңадан кірген адам болсын, партнер дейміз, серіктес, агенттен президентке дейін $10-дан $100 дейін айма-ай жарна төленеді. Сондықтан бұл жарнадан ешкім қашпасын. Неге десеңіз, мен тағы да айтып кетейін, бізге керектілігі тұрақтылық деген пассивный доход дейміз ғой. Пассивный доходты біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Ол мынау зейнетақы сияқты. Например, қазір 42.500-ге қырылып жатырмыз. Біреу алды, біреу алмады деп ренжіп жатырмыз. Қазір мынау VIP-клубқа кірген адамдар, олар жаңағы 42.500-ге қарамайды, жолдастар. Олар өз жаңағы структурасынан, жаңа Айкүнім дұрыс айтып кетті, структурасы бар адам, ол жаңағы осындай тұрақты ай сайын $500-дан мен ойлаймын $10 000, $20 000 дейін алуға болады осы VIP-клубтың жаңағы мүшелеріне. Сондықтан атсалысып бірге қатысуымыз керек. Келесі слайдқа көшсек. Қазір бізде тағы да керемет сыйлық жасап жатыр компания. Бұл сыйлыққа қатыса алады әрбір адам. $10-дан Академия частного инвестора дейміз. Жаңа жеке инвестордың академиясына қатысқан адам 100 крипто юнит балын ала аласыз. Осы мүмкіншілікті біз өте қолданып қалуымыз керек. Неге? Бүгін 20 сәуір, 20 апрель, 30 апрель бұл промоушен аяқталады. Яғни сізбен бізде 10 күн бар екен. 10 күннің ішінде 100 адам жазып тастасақ, ол нұр үстіне нұр болады әрине. Неге? $10 дегенің жаңағы теңгемізге ауыстырса, 4,5 мың теңге. 4,5 мың теңгеге сіздер үлкен мүмкіншілік сыйлайсыздар. Әр туыстарыңызға, әр жолдастарыңызға айтсаңыз, осы сыйлық жеке инвесторларға арналған және де 8 ереже оқу құралын сыйлыққа беріледі. Ең үлкен сыйлық ол оқу құралы. Біз просто оған мән бермейміз. 100 крипто юнит, ол жаңағы сыйлыққа
беріледі 30 апрельге дейін. 30 апрельге дейін 100 крипто юнит балл алған адамдар. Есептеңіз, $1 болғанда біз қанша боламыз? $10 деп жатырмыз да. Андрей Федорович Хавратов не деді? Осы жылда біздің санымыз 10 миллионға дейін жететін болса, демек, жаңағы 100 юнит сыйлыққа берілген $1000 құрайды. Әр ағайыныңызға, әр туысыңызға, көршіңізге осы мүмкіншілікті берсеңіз, 5 жылдан кейін сізге қандай алғыс айтады ол кісілер? Ойланыңызшы, қандай бағалы сондай информацияны біз ұстап жүрміз. Ешкім, например, менің 3 қыз балам, қазір мен оларды отырғызып қойдым компьютерде, потому что күні бойы бос сабақтан кейін. И 100 адам тіркегендеріңе мен 10 000 теңгеден берем дедім. Сол екінші қызым мен 100 адам тіркеді $10. Сондықтан ол балаларымызға да бизнестің жаңағы көзін ашу, оларды да үйрету дұрыстап бизнеске. Және де біз жаңағы қазақшасын айтқанда қор жинауға көмектесеміз. Біліктілік үшін экспресс промоушен деп жатырмыз да. Ол 30 марттан бастап 31 желтоқсанға дейін жалғасады. Экспресс бонус промоушен. Сіздердің көбіңіз әр салада сетевой маркетинг дейміз да, басқа да компанияларда жұмыс жасаған боларсыздар. Кім басқа компанияларда лидер болды, или басқа да сетевой компанияда осындай неге маркетингке қатысып көрді, қолдарыңызды көтересіздер ма? Так, мен чатты көріп тұрған жоқпын, бірақ мұнда қысқаша айтып кетейін. Агенттен президентке деген, қазір сіздер әрбіреуіңіз $350-дан $1340 дейін, $350-дан бастап $134,000 дейін премия алуымызға болады қазір. Агент, кейін кеңесші, менеджер, көшбасшы менеджер, топ менеджер, вице-президент, және де ең үлкен жаңағы шыңы президент. Біздің өзіміздің Астананың өзінде 5 президент бар екен. Сондықтан барлық жаңағы президенттер, вице-президенттер, топ менеджерлер болсын. Қазір VIP-клубқа біз адамдарды жинауымыз керек. Көп біздің жаңағы қазақстандықтардың көзін ашуымыз керек. Және де осы керемет промоушенді әрбір біздің жаңағы жеткізуіміз керек. Әрбір жаңа келген адамға жеткізу керек. Агент 25 күннің ішінде $350 жаңағы премия алуына әбден мүмкіншілігі бар. Агенттің өзінің жеке жаңағы салатын ақшасы ол $200. 5 адам шақырған кезде 25 күннің ішінде, 25 күннің ішінде $200-дан 5 адам шақыру қиын ба? Әлде қалай ойлайсыздар? 25 күннің ішінде 5 адам деген, ол 5 күннің ішінде бір адамнан шақыруға әбден мүмкіншілігіміз бар. Ағайындарымыз бар, туыстарымыз бар. Олардың көбі қазір біздің жаңағы бізден жақсы ұсыныстар күтуде. Біз оларға телефон шалып айтатын болсақ, әрине олар келіседі. Өйткені әрбір адам қазір ізденуде. Ақшаны қалай табам, бала-шағамды қалай асырайым деген. Ол әр қазақтың басында бар нәрсе. Сондықтан сізбен біздің үлкен міндетіміз әрбір адамға осылай агент, консультант болған кезде жаңағы 800 юнит алуға мүмкіншілік бар. Менеджер 100 күннің ішінде $1700, $4000 алуға. Және де маған өте ұнайтыны президент, $134,000 неше пәтер алуға болады, осы Астана болсын, Алматы болсын, Қазақстанның әрбір түкпірінен. Сондықтан осы промоушеннан қалмаңыздар, бұл мүмкіншілікті жоғалтпаңыздар. Басқа адамдарға да тиімді нәрсені айту
парыз бізге, әрбір адамның парызы. Жақсы нәрсені естігенде біз кімге айтамыз? Әрине, өзіміздің туыстарымызға айтамыз, жолдастарымызға айтамыз жақсы. Сондықтан жаңа қатысып отырған адамдарды мен келіп отыр, мұндай компанияда промоушн әрбір уақытта бермейді. Сіздер алтын уақытқа келіп отырсыздар. Сондықтан уақыттарыңызды жоғалтпаңыздар. Соны айтқым келеді сіздерге. Кешіріңіз, дауысыңыз шықпай қалды. Промоушнға қатысып жатқан адамдар, 350 юнит болсын, 800 юнит болсын, жаңағы премия алған адамдарыңыз болса, айтып отырыңыздар. Біз сіздерді құттықтап отырайық осы чатта. Тағы да бір маңызды жағдай сіздерден сұрайын дегенім, міне қазір бәріміз үй қамақта отырмыз үйде. Сонда әрбір адам қазір ойланып отырмыз. Перезагрузка дейміз, да? Сіздерге қазір бос уақытта отырмыз бәріміз. Бізге қазір ең нәрсе, қалай ойладыңыздар осы бір айда бәріміз үйде отырмыз. Бір айдың ішінде ойлануға уақыт жеткілікті болды ғой. Ең маңызды не бізге қазір? Жауап беретін адамдар жоқ қой деймін. Алло. Мен чатты көрмей жатырмын. Ешкім жазғысы келмейді ғой деймін. Мен онда өзім айтып кетейін, бізге қазір ең маңыздысы осы үйде отырған кезде, ол бәрімізге де қатысты деп ойлаймын. Ең бірінші әрине ол денсаулық. Денсаулыққа еш нәрсе жетпейді. Одан кейінгі ол қарым-қатынас, жаңағы ерлі зайыптылардың ортасындағы қарым-қатынас үйде отырғаннан кейін. Одан кейін ата-ана мен баланың ортасындағы қарым-қатынас, туыстар мен жаңағы бауырлардың, әке-шешенің ортасындағы қарым-қатынастар. Одан кейін үшінші орында әрине ол қаражат. Өйткені қаражат болмаса, әрбір адам ойланады. Қаражатты қайдан алам, бала-шағамды қалай асырайым деген сұрақ ол әрбір қазақтың көкейін теседі әрине. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, $10 деген ол көп ақша емес, үлкен ақша емес. 4,5 мың теңге әрбіреуіңіз тауып алып, жаңағы мүмкіншілікті әр қазаққа көрсетсеңіздер, әр адамға. Адамдар өте көп. Қазір мен жай отырсам да компьютерде неше адаммен танысып отырмын күнде. Тіркеп, оларды түсіндіріп, жаңағы ағарту жұмыстарын атқаратын болсақ, сізбен бізге нұр үстіне нұр әрине. Сондықтан барлықтарыңызды мен құттықтаймын. Өйткені сіздер осындай үлкен жаһандық жаңағы жобаға қатысушы адамсыздар, серіктессіздер, инвесторсыздар, жаңағы совладелец дейміз ғой, қожайынысыздар осы бизнестің. Бірақ басқа да адамдарға көрсетіп, басқа адамдарға да жол сілтеп, ол сізбен біздің адамгершілік парызымыз деп ойлаймын. Сондықтан құрметті менің әріптестерім, бүгіннен бастап әрбір сіздерге жаңағы үй жұмысы дейміз ғой, қазір балаларымыз онлайн оқу үстінде, мен де сіздерге бір жаңағы үй жұмысын бергім келіп отыр. Осы 10 күн ішінде әрбір адам, 100 адам тіркеседі деп ойлаймын. $10 болсын, жаңағы академия. Неге десеңіз, ол сіздің болашақ серіктесіңіз, ол сіздің VIP-клубтың мүшесі, ол сіздің ертең алғыс айтатын адамыңыз. Сондықтан бүгіннен бастап ешкім ұйықтамасын, 10 адамнан өздеріңізге серт беріңіздер. Бүгіннен бастап мен 10 адамнан тіркеймін деп. Сол кезде ертең біздің криптоюниттің бағасы даже декабрьге жеткізбей, желтоқсанға жеткізбей, бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде біз $10 көтеруіміз сізбен бізге байланысты. Сондықтан белсенді болайық, оқудан жалықпайық, жақсы нәрсені айтудан қашпайық, бірге болайық, аман болайық. Сол осындай нотадан өз жаңағы вебинарымды аяқтағым келіп отыр. Сұрақтарыңыз болса, әрине қойыңыздар. Жауап беруге қуаныштымыз. Біз неге қол жеткіздік деген 2014 жылдан бастап
уже 6 жылға келеді екен. Әлем бойынша 1.300.000-нан астам серіктесіміз бар екен. 170-ден астам елдегі бизнес, инвестициялық және қаржылық білім беру және жаһандық бизнес мүмкіндіктері. Енді бұл слайдтан оқыған әрине әдемі, бірақ жүректен шығарған сөз одан да керемет. Сондықтан жүрекпен сөйлейік. Андрей Федорович айтқышы, жүрекпен сөйлеген адам ол әрбір жүректен жүрекке жеткізеді. Сондықтан аман болыңыздар. Осы жаңа презентацияға жаңа адамдарыңызды қатыстыруларыңызды сұраймыз. Так, сұрақтар мен жауаптар дейді. Сұрақтар болса, жауап берейік. Қуана. Алло. Так, сұрақ болмаса, онда мен сіздермен қоштасамын. Келесі эфирде кездескенше, қош, сау болыңыздар. Дана рахмет. Енді жақсы. Баршаларыңызға рахмет, өте тамаша өтті. Онда кешкісін сағат 8-де орысша презентациямыз болады. Ертең 12-де. Давайте кешікпей өз мезгілінде бастайықшы. Дұрыс айтасыз, Жамиля Жакуповна. Біз солай үйретеміз қазір. Өзімізді де үйретеміз, серіктестерімізді үйретеміз. Негізгі жаңағы 100 адамнан жазу деген міндет қойып қою керек. Өйткені біз жалқаумыз, кішкене бәріміз. Сондықтан жалқаулықты қояйық. Сау болыңыздар, рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.